Айсафи және достары. 4-ші бөлім. Тәтті шырша. Бір күні Айсафи және достары жаңа жыл мерекесіне орай шырша жасағысы келді. Ал мен шыршаның ең басына шығамын. Деп Құлпынай өзінің жаңа жылдық шырша туралы ойын айтты. Шырша туралы естіген Қарбыз: Маған да орын табылады ғой, иә? Солай жемістер Айсафиге аттанды. Ал Айсафи үйінде жемістерді күтіп отырды. Және бірден жылы жақтан келген жемістерге шыршаны безендіруге арналған ойыншықтарды көрсетті. Қараңдаршы, Олар қандай таң керемет қалысты. шарлар. Бірақ абайсызда қорапты Ой. құлатып алды. Барлық ойыншықтар Кешіріңдер, сынып қалды. абайла. Ойбай. Қорап құлап кетті. Барлығының бірден көңіл күйлері түсіп кетті. Ойыншықтардың бәрі сынып қалды. Енді не істейміз? Енді бізде жаңа жыл болмай ма? Барлығы енді жаңа жылдық шыршаның безендіре алмайтынын ойлап уайымдай бастады. Ешкім не істеу керектігін білмей, аң-таң. Кешіріңдерші, бәріне мен кінәлімін. Қап, мына сынықтар маған ұқсайды екен. Тоқтаңдар. Неге біз өзіміз ойыншық болмаймыз? Бұл бе данышпандық идея. Кәне, іске кірісейік. Апорт, сен ең әдемі шар боласың. Мен нағыз қызыл шармын. Мен жұлдыз сияқты жарқыраймын. Апорт, сен ең әдемі шар боласың. Мен жұлдыз сияқты жарқыраймын. Құлпынай, сен шыршаның шамысың. Охо-хо! Бұл не деген ғажайып дәмді шырша? Жарайсыңдар, балақайлар. Нағыз сиқыр осы. Жаңа жылыңызбен! Алақай. Бізді үзбей бақылап отырғыларыңыз келсе, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Біз үшін бұл өте маңызды.